ағылшын тілі деген вообще тек қана күлетін сабақ қой, болды. Апай оқып отырады да always десе болды, жыртылып қалады бәрі. Апайдың өзі күлетін болды бізде always дегенге. Не күліп отырсыңдар? Always-тің қай жері күлкілі оны? Не күліп отырсыңдар? Не күліп отырсыңдар? Неге күліп отырсыңдар? Бір мектептен бір ағылшынша оқып үйренген ешкім көрген жоқпын мен бар осы күнге дейін. Екі группаға бөледі дейді, бірін білесіңдер ме? Ағылшында екі группаға бөледі. Одан сайын тупойларды екі классын көбейтіп осыдан басқа. Бір группаны кілең оқитындар, бір группада кілең жартыластар оқиды. Ана группаға қарап қызғасын кәдімгідей. Фона келі. Мына группада кілең always болды. Апай 10-ға дейін санайды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Апай қатты қудыртатын болды, бізде ағылшын тілінде бар ғой, мен байқағаным. Бір бала кешігіп келеді, апай сағатта кешігіп қалдым, күлуге бола ма дейді. Апай тұрады да, осыны енді ағылшынша айтты. Кешігіп қалып, қуып тұрасыз өзіміз. Апай, мама кірім жоқ қойды.